16 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздік алған күн. Бұл біздің еліміздің ең маңызды мерекелерінің бірі. Тәуелсіздік деген не? Ол өз елін өзі басқаратын еркін, дербес болу. 1991 жылы Қазақстан өз алдына дербес мемлекет болып жарияланды. Неге тәуелсіздік маңызды? Ол өз тілімізді, мәдениетімізді сақтай білу деген сөз. Бейбіт өмір сүріп, білім аламыз, армандарымызды орындаймыз деген сөз. Қазақстанның мемлекеттік рәміздері біздің мақтанышымыз. Ту көк аспан мен еркіндіктің белгісі. Елтаңба, шаңырақ, бірліктің белгісі. Ал әнұран ол өз елімізге деген сүйіспеншілігіміз. Болашақ үшін қанша қазақ адам жанын қиды. Қазақ тәуелсіз болу керек деп ұрандатты. Біз тәуелсіз Қазақстанның бақытты ұрпағымыз. Халықтың бірлігі мен еңбегі бізді бүгінгі жарық күнге жетеледі. Тәуелсіздік күні құтты болсын.